Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен лаваштан жасалынатын 15 минутта дайын болатын тіске басар әзірлейміз. Бұл сіздердің уақытыңызды үнемдеп, әрі асығыс уақытыңызды сізді құтқарып қалатын рецепттердің бірі. Ең алдымен балғын қиярды дөңгелектеп тураймыз. Моцарелла ірімшігін 4 бұрыштап тураймыз. Қызанақты да дөңгелектеп турап аламыз. Сосын әрине міндетті түрде бізге лаваш қажет болады. Лаваштың үй жағдайында жасалу жолын басқа да рецептерінде көрсеткен болатынмын. Описание бөліміне сілтемесін қалдырамын, өтіп қарасаңыздар болады. Лаваштың бетіне кетчуп немесе қызанақ пастасын жағып шығамыз. Майдалап туралған көк пиязымызды үстіне саламыз. Бөлігіне консервіленген жүгеріні саламыз. Жүгеріні ұнатпасаңыз қоспауға болады әрине. Соң қиярымызды және қызанағымызды жайғастырамыз. Бөлігіне ірімшікті жайғастырып, осылай 3 бұрышты конвертик етіп ораймыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалынады. Барлығын осылай орап аламыз. Баға салып, үстіне жұмыртқаның сарысын барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Сонда беті қытырлақ болып, қып-қызыл болып пісетін болады. 180 градуста 10 минутта дайын болады. Сырты қытырлақ, ал іші көкөніске бай, өте дәмді, тойымды тіске басарларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Алдың әрі қарай дамығанын қаласаңыздар, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет, аман сау тұрыңыздар.